Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен қашықтықтан оқыту сабағын бастаймыз. Бүгінгі пәніміз қазақ тілі пәні. Қоршаған орта бөлімі. Тақырыбы қоршаған ортаны танып білемін. Етістік. Балалар, бұл сабақтағы мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздерінің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау, мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бас әріппен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім етістіктерді анықтау. Балалар, біздің бүгінгі бұл сабақта бағалау критерийлеріміз өздігінше тапсырмаларды орындай алады, сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды YouTube-тан бейне ролик арқылы көре отырып бастаймыз, балалар. Етістік, заттың қимылын, амалын, жай-күйін білдіретін сөздер етістік деп аталатындығы. Құрметті оқушы, алдыңдағы оқулықта сен біліп шығуға арналған көптеген жұмыстар бар. Сенің оны орындай алатын білімің жеткілікті. Тек мұқият болуды ұмытпа. Етістік, заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, көп ойласаң дана боласың, көп ойнасаң бала боласың. Кітапханада кездескен екі баланың әңгімесін мұқият тыңдаңыз. Әңгіме не жайлы екеніне көңіл аударыңыз. Ассаламағалейкум, Санат. Уағалейкум ассалам. Қалғалай? Санат, сен етістік тақырыбын түсіндің бе? Иә, түсіндім. Бұл тақырып өте қиын емес қой? Кел екеуміз мысалдар арқылы дәлелдеп түсінейік. Сен маған көмектесіп жібер. Жарайды, кел. Мысалы, екі жігіт ауылдан шығып, көл жағасына барды. Онда балық аулады, күнге қыздырынды. Сен айтқан осы мысалдарыңды шығып, барды, аулады, қыздырынды дегендер етістіктер болады. Иә, олар заттың қимылын, жай-күйін білдіріп тұр ғой. Иә, қайтып, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сонда қайтты, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, етістік болады екен ғой. Етістік жасалуына қарай негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып екіге бөлінеді. Мысалмен айтшы. Кел, жүр, отыр, көр, бер, ал, айтты, жайды, алған, бұлар негізгі түбір етістіктер болады. Енді түсіндім. Басқа сөз таптарынан сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған етістіктер туынды түбір немесе туынды етістіктер деп аталады. Мысалы, ойна, шегеледі, басқарса, күшейіп дегенде басқа сөз таптарына белгілі жұрнақтар жалғану арқылы туынды етістік болып тұр. Сонымен, заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табын етістік дейміз. Олар негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып екіге бөлінеді. Иә, екеуміз де жақсы түсіндік. Рахмет саған. Жарайды, жақсы, сау бол. Сонымен, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, көп ойласаң, дана боласың, көп ойнасаң, бала боласың. Етістік жасалуына қарай негізгі түбір етістік және туынды түбір етістік болып екіге бөлінеді. Мысалы, кел, жүр, отыр, көр, бер, ал, айтты, жайды, алған. Басқа сөз таптарынан сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған етістіктер туынды түбір немесе туынды етістіктер деп аталады. Мысалы, ойна, шегеледі, басқарса, күшейіп,
тағы басқалар. Балалар, сендерге бейнеролик түсінікті болды ма? Түсіндіңдер ме, балалар? Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, келесі тапсырмамыз оқулықтағы 70-ші беттегі суреттерді қараймыз. Мен бұны сен білесің бе әдіс арқылы осы суреттегі бейнеден не туралы байқап тұрғандарын сұрау арқылы бастаймын. Балалар, не істеді? Балалардың қимылдарын білдіретін сөздерді ата. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Өзіңе ұнаған суретпен сөйлем құрап жаз. Қимылды білдіретін сөздердің астын сыз. Бұл сабақтан біз нені үйренеміз? Берілген суреттен әңгіме құрай алады. Қимылды білдіретін сөздерді атайды. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап беретінін айтады. Иә, балалар, дәптермен жұмысты аяқтасақ, қазір біз миға шабуыл әдісін, сұрақ қою, жауап беру әдісін қолға аламыз. Суреттерден көктемнің қандай белгілерін байқадың? Иә, жақсы. Келесі тапсырма. Қазір дәптермен жұмыс. Оқулықтағы екінші тапсырманы қараймыз. Оқы. Бұл жерде сөйлемдердің қатесін түзетіп, дәптерге жазамыз. Етістіктердің орны ауысқан, соларды орнына қойып жазамыз. Және қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап береді? Соны табамыз. Жарайсыңдар, балалар, дұрыс. Балалар, қазір біз сіздермен тағы да бір тапсырма орындаймыз. Үшінші тапсырма. Оқы. Мәтінге ат қой. Мәтінді оқып, етістіктерді табамыз. Және мәтінді етістіктерсіз оқып көр. Не түсініксіз болды? Сөйлеуде етістіктер не үшін қажет? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі тапсырма, балалар. Осы жаттығудағы былғары сөзінің мағынасын түсіндірме сөздіктерден тауып, дәптерімізге жазып аламыз. Олай болса, балалар, сендерден кері байланыс алайын. Күлкі сыйлау әдісі арқылы. Жарайсыңдар, керемет. Енді, балалар, біз бүгінгі етістіктің ережесін білеміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, өсті, ойнады, сайрады. Жақсы, балалар. Қазір біз сіздермен жеке жұмыстар жасаймыз. Сіздерге тапсырма беремін. Тапсырмадағы сөздерге етістіктерді жалғап жазамыз. Көктем, жер, күн, найзағай, құстар жылы жақтан. Ары қарай, балалар, өздерің етістікті қойып жазасыңдар. Ал енді, балалар, айтыңдаршы, бұл мәтіннің қай түріне жатады? Жарайсыңдар, хабарлау мәтіні. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл жерде, балалар, бұл тапсырмадағы үйренетініміз мәтінге сұрақ қойып, жауап беруді, мәтіннің қай түрі екенін ажыратуды үйренеді екенбіз, балалар. Ал, балалар, бүгін біз сабағымызға кері байланыс бере отырып, рефлексия алма ағашына өзіміздің бүгін қалай түсінгендерімізді дәлелдеп көрсетейікші, балалар. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі біздің етістік тақырыбымызды керемет түсінді деп ойлаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға мың рахмет.